Ол қызбен көршедік. Үй арасында тек ескі сарайымыз бөліп тұрған, жан-жағы қоршалған екі үй. Әке-шешеміз жақсы араласатын туыстардай едік. Бірақ нәпсі дегенді қойсаңшы, қанша жыл туыстай араласып тұрған жандарды құрметтемей, ол үйдің ауру қызын қорладық. Бәрін біліп тұрып, ағамнан қорыққанымнан жасырдым бәрін. Бірақ неге айтпадым екен, неге? Осы бір өкінішім әлі күнге дейін жүрегімді сыздатып, санамнан кетер емес. Қайдағы бір таяқтан қорқып, бейкүнә қыздың ары әр түні таптаса да, үнсіз күзетіп тұрған түндерім есіме түссе, өзімді жек көрем. Ол кезде менің жасым 14-те, ағамның жасы 20-дан асқан. Ағам көше жігіттерімен жүреді, ішеді, шегеді. Әке-шешем момын жандар. Жаз басталса жайлауға көшеді. Ауылдың малын бағамыз. Қыста аға мен әкем ара-тұра мен де мал бағуға болсамын. Көршімізде қарапайым жандар еді. Қартайып тозып кеткен анасы, аузы құрғамай ішетін ұлы мен ауру қызы ғана бар еді. Қызының жасы менен 5 жасқа үлкен. Бала кезден есін жоғалтып ауырған. Байғұс анасы ешкімге шоқытпай бағып өсірді ол қызды. Ол қыздың түрі сондай әдемі, аппақ денесі, қою қара көзі мен қасы қиылған. Мүсіні де көз тартады. Тек ақыл-есі дұрыс емес, аузынан су ағып жүреді. Анасы шашын тықырлап қиып тастаған. Кейде үйден шығып біздің есік алдында жүреді. Анам, қызым, жүр апаңа барайық деп жылы сөйлеп үйіне апарып тастайтын. Ол қыздың есімі Жеңіс еді. Ауыл болғасын бәрі таниды. Анасы да жиі ізіне ертіп жүреді. Ол қызды бәрі жынды Женка деп атайды. Анасы Женка деп айтушы еді. Байғұс ана маскүнем ұлын үйлендірді. Танитын алыс туыстарының қызын келін етті. Қыста мама ауылда болады. Сол уақыттарда әлгі көрші апа, келген келінім дұрыс болып, Женканы өз сіңлісіндей көрсе екен деп тілеп жүрмін. Осындай әңгімесін құлағым шалды. Бірақ аса мән бермей келемедім. Көп ұзамай көрші апа қайтыс болды. Менің анама ғана көрші апаның өлімі қатты батты. Қайта жылап, енді Женканың тағдыры не болмақ? Ол қызға жеңгесі қарай ма екен? Әй, қайдам, өз боғына өзі батқан қатын ауру қызға қарай алмайды ғой, деп шай үстінде көз жасын сығып алды. Жеңгесіміз мына біздердің ол қызды жылатқанын білсе, анам сол жерде тірілей қара жерге кіріп кететін шығар. Ауылда болған кезде дүкеннен анау-мынау алып, Женка қалдым, анасын сағынып жүрген болар, мына үйге барып келейін деп кететін еді. Көрші апаның қырық өтіп, туыстары үйінен кете бастады. Көктем келіп, біздің үйдегілер жайлауға көшуге дайындалды. Ағам екеуміз қалатын едік. Құдайда бірдеңені сезгендей, біздің әулетке қыз баласын бермеген ғой. Әйтпесе білмеймін. Әке-шешем жоқта ағам өз қарындасын бүлдіріп тастайтын шығар. Әке-шешем наурыз айынан бастап көшеді. Мен мектеп оқитын болғандықтан, майда аяқтап ағам екеуміз барамыз. Демалыс сайын жайлауға тартамыз. Мен мектеп бітіргенше ағам ауылдың қойын бағып ақша табады. Берекеті жоқ ақша еді. Тапқан ақшасына арақ, темекі, колбасы, анау-мынау. Кешке үйге келгенде екі шибөрі досы келеді. Үшеуі ішіп, өтірік әңгімелерін өсіп, үйге кіріп шығып жүргенде, көрші Женка дала кезіп үйге кіріп келді. Көктем айы ғой, басы ауыратын кез еді байғұстың. Үстінде жұқа шыт көйлегі бар, мүсіні айқын көрініп тұр. Аузынан әдеттегідей су ағып күле береді. Осы жерде 3 шибөрінің ойларына бірінші келген арам ойы қызды пайдалану. Мен ештеңе сезіктенбей, «О, Женка, жүр, үйіңе апарып тастайын» деген сәтте ағамның достары, «Тиіспе, ол бізбен бірге болады». Ағам да оларға қосылып, «Женката енді біздікі, алма піс, аузыма түс деген осы ғой, иә?» Үшеуі де ыржың етіп қарқылдап күліп жіберді. Ағам маған қарап, «Шық далаға, есік алдына күзетіп тұр, біреу келе жатса бізге айт» деп бұйырды. Сосын өздері бірінші мен, сен екінші деп кезек қойып жатты. Осы сөздерінен соң бір сұмдықты білдім. Бірақ жігіт болғасын барлығын ішіме сақтап қалдым. 5 минутқа жетпей Женканың дауысы шықты. Қорыққанмен жүгіріп үйге кірдім де тілім байланып қалды.
Ағам, аты өшкір ағам, байғұс қызды қорлап жатыр екен. Екі сүмелек досы қыздың екі жағында аяғымен қолын ұстап, аузына сасық нәскилерін тығып қойған малғұндар. Жүгіре ұмтылып ағамды ұрдым. Ағам мені ұрды, қасындағы сүмелектерді жабылып тепкілеп жатты. Сол кезде Женька қашып еді. Қыз кетті деп артынан жүгіріп бір сүмелек ұстап алып қайта келді. Менің көз алдымда кезек қойып, жиіркенішті қылықтарын таңға дейін жасады. Сосын ол қызды екі жағынан сүйреп қорасына апарып қаша жөнелді. Женьканы ешкім іздемеді. Маскүнем ағасы да, жеңгесі де. Ертеңіне сабаққа бара алмадым. Бетім ісіп кеткен соққыдан. Ағам таңертең қатаң ескертіп кеткен еді. Тыңда, түндегі оқиғаны ешкімге айтпа. Айтсаң өлесің, басыңды жұлып аламын. Егер сотталсам, сенің де қылмысқа қатысы бар деп ала кетемін. Түрмеде қыз зорлағандарды оңдырмайды деген ағамның сөзімен қатты қорыққаным рас. Ағамның сөздерінен қатты қорыққанмен 2 ай бойы қорғансыз Женьканың түнгі айқайын көрсем де ештеңе істей алмадым. Тек ішімнен мүжіліп, қорғай алмағаным үшін ғана өкінемін. Байғұс қыздың қалай азапталғанын айтуға дәтім жетер емес. Үнемі аузына сасық нәскилерін тығып, басына олимпиктерін орап қояды. Сондағысы Женьканың аузынан аққан секейінен жиіркенген түрлері. Адам 3 күннен кейін де тозаққа көнеді деген рас екен. Мен де 3 жазғының тірлігін үйрендім. Тіпті мені де олар азғырды. Бұл қызды кеш батса шеберлер аңдып отырады. Түн бата дәретке шыққан уақытта ұстап алады. Көп замай мектептегі оқу аяқталып, жайлауға кеттік. 3 ай малдың соңында одан қалды егіндікке жүреміз. Ауылға тойға кеткен анам жылап келді. Ойбай, көрші Женьканың аяғы ауыр екен. Құдайдан тапқырлар қызды түнде ұрлап әкетіп қорлаған екен. Байғұс қыздың шешесі кетіп еді, етегі түрілді деп еңкілдеп қоя берді. Ал біз үнсіз тыңдадық. Ағамда мүлдем намыс жоқ, мүлдем өкінген бейнесін де көрмедім. Анам болса күні бойы Женьканы айтып, көз жасына ерік берді. Сөйтсем, Женьканың сүт анасы менің анам екен. Анам баяғыда көрші апамен арасы 10 күндей 1 айда қыз босанады. Көрші апа Женьканы босанғанда қатты ауырып, менің анам босанған қыз шетінеп кетіпті. Сол кезде анам осы Женьканы емізіп, өз қызы секілді оған сүт ана болған. Осы бір оқиғаны анам бұрын айтпады, бірақ айтса да ештеңе өзгермес еді. Бір омырауды емгендер мұсылманда бауырлар болып саналады емес пе? Ал ағама ол әсер етпейтінін әлде қашан білдім. Сол үшін туған қарындасым болмағанына қуандым. Ауыл шулап жан ашқандай болды, бірақ қорғансыз қызға ешкім көмектеспеді. Ой, ол ауру ғой, кіммен жатып, кіммен босанарын да білмейді деп өсектеген әйелдер жағы. Байғұс Женька, біздер кеткен соңда әлгі сүмелектер басқа еркектерге айтып, қосылып жасап, солай қорлық жалғаса берген. Іш шермеп шыққанда ғана жеңгесі білген дейді. Қалаға құртыпты. Роддомға барып, өсіп кеткен бөпесін түсік жасатқан жеңгесі 2 дүниеде оңбады. Қаншалықты ауыр болған білмеймін. Ұзақ уақыт больницадан шықпай қайтыс болыпты деген хабар естігенде іштей жүрегім ауырады. Анамнан естігенім, байғұс қыздың сұрауы жоқ екенін біліп, дәрігерлер қарамаған. Көп қан жоғалтып өліп кетті-ау деп жылады. Анасының маңына жерлегенде жер қазуға бардық. Ағам да басқа да еркектер. Қарап отырсам, ол жердегі еркектердің жартысы Женьканы қорлағандар. Бірақ ешқайсының жүздерінде өкініш жоқ. Тірі кезде қорлағандай, көрін қазған еркектер ішімдік ішіп, өлілерді қорлағандай болды. Мейлі бәрі өтіп кетті. Уақыт өткен сайын барлығы да ұмытылады екен. Бұрын Женьканы қорлағандар қазір түк білмейтін бейкүнә ата болған. Олар әлгі 3 сүмелектер. Женьканың көз жасып жібермесі анық, жібермейді де. Бейкүнә ата болған 3-інің де жазасын балалар тартып жатыр. Бірінің қызы, бірінің ұлы. Ал менің ағамның бір ұлы болды. Әйелі қанша қыз туса да 3 жасына келгенде шетінеп кете береді. Ұлы ержетіп отау құрды. Бірақ еш уақытта бала сүюге қабілет жоқ екен. Алланың жазасы сол шығар. Мен де отау тіктім. Алла маған 3 қыз берді. Ұлым жоқ. Қыздарымды қатты жақсы көрем.
Жақсы көремде ішімне ешкімге білдіртпей жылап алам. Қыздарымды ешкім қорламаса екен деп Алладан тілеп күні-түні дұға етемін. Үлкен қызым осыдан 2 жыл бұрын тұрмысқа шықты. Барлығы жақсы болған, бірақ көп ұзамай қызымның қабірінде жыладым. Бала босану үстінде өліп кетті. Ең ауыр соққы болды. Кезінде күнәм үшін берілген жазасы секілді. Кездейсоқ па, әлде сәйкестік пе, қызыма дәрігерлер дұрыс қарамаған. Әлі өмірге келмеген сәбимен жерленген қызымның жаназасында әбден егіліп жыладым. Тұңғышым еді. Әке болуды сезіндірген нәзік қана гүлім еді. Күнәмді өзім өтейін, өзім ғана қиналайын деп Алладан тілеумен жүрмін. Сыртымыздан қарағанда бүтін бір жания болып көрінгенімізбен, ішіміз түтін, берекеті жоқ әулет болдық. Әке-шешемде әлдеқашан дүниелік болған. Ағам екеуміздің әйелдеріміз бір-бірімен жау, абысынды келін болып сыйласпады. Мен қара шаңырақта тұрам. Баяғы көрші Женканың үйінде, үйінің қасында. Женканың жеңгесі қазір жарым жан. Келіні қарамайды. Баяғы Женканың күйін кешкендей, тек оны қорлайтын еркектер қартайды. Маскүнем ағасы әлдеқашан арақтан кетті. Жесір қалған әйелі ұлын нағашыларының қолына берген, баға алмаймын, қара басымды асыра алмай отырмын деп. Бірақ есейгенде қолын алды. Сөйтсек сылтауы еркектер екен. Бұл қатын ауру болғанша неше түрлі еркектерді қабылдап, бұл үйді жын ойнақтың ортасы еткен. Қазір күн шуақта отыратын, арбасында таңылып мыжырайған қара кемпір болған.